Бірінші мынау Қытайда Пекинде үлкен оқиға болғандығын біз алдыңғы күнгі лекциямызда айтқанбыз. Алдыңғы күні. Ол ақпарат шыға салғаннан өзі біз бірінші болып жарияладық. Енді кеше бүгін міне бүкіл осы Еуропа, Америкадағы жаңағы сарапшылар, саясаткерлер соны талқылап жатыр. Мынау Пекиндегі үлкен көпір, Стон көпірінде, Қытайша айтқанда, сол көпірде үлкен жаңа керметуменен жарияланды. Керметумен наразылық, қарсылық болды. Ол наразылық, қарсылықты сөздің шыны осығанға дейін анығын айтқан кезде 89 жылы Қытайда Пекинде студенттер, демократтар көтеріліп, осы наразылығын танытқаннан кейінгі бірінші наразылық деуге болады. Енді есептей беріңдер, 89 жылдан бері қарай міне 33 жыл өтіп кетті. Енді өткенде ғана бір лекциямда айтып едім, орыс пен Қытайды мүсіркейтін халықтар деп. Шынында олардың жағдайы қиын. Бұлар біреу 1,5 миллиард 5000 жылдық тарихымыз бар дейтін ірі халық болғанмен, екіншісі жаңағы орыстық шовинизммен ауырып жаңағы ұлы орыс халқы деп, бейне өздерінен басқа қауымдар ұлы емес деп сөйтіп ауырғанымен, анығында бұл екеуі де бейшара халықтар, коммунистік, фундаменталистік, радикалдық, осы шовинистік имперлік аурумен ауыратын, кәдімгідей демократияның, еркіндіктің, теңдіктің не екенін білмеген бейшара қауымдар. Оларды жаңағындай қызығатын халықтар емес, керісінше оларды мүсіркеуге тұрарлық халық. Азаттықтың, еркіндіктің не екенін білмей, жақсы өмірдің не екенін білмей, жаңағы құлдықта сол жаңағы жауыз басшыларының, диктаторлардың, патшаларының, сосын мынау коммунистердің қоры болып жаңағы барлық ұлттық құндылықтан айырылып қойып қалған бір тобырлық санадағы қауым деп айтқанмын. Олар ел қызығатын ұлы халық дейтін халықтың санатында емес, олар ешқандайдан. Олар енді халықта кінә жоқ, бірақ мына билеуші табынан олар бір шынайы азаттық ала алмай кетті бейшара. Шынында билеуші таптарынан азаттық ала алмаған бейшаралықтары бар. Енді соның біреусі мынау Қытай деп айтқанбыз. Қытайдың бейшаралығы сол, міне 33 жылдан бері бір еркек шығып, мынау коммунистік, фундаменталистік, радикалдық, фашистік мынау жүйелеріне қарсы бір ауыз наразылық таныта алмады. Бұғанға дейін мынау Сидің суретіне кәдімгі сия шашқан, бояу шашқан қыз болды. Оның әкесі өткенде жаңылмасам әлеуметтік желіде соның әкесі қастандықпен өлді деді. Қызды жаңағы жындыханаға жапты. Кәдімгі жынды болып кетті деп жындыханаға жауып тастады. Ал ол қыздың бар айыбы кәдімгі Шидің, яғни Қытай төрағасының суретіне кәдімгі бояу шашты. Қазақша айтқанда сия шашып тастады. Болды. Одан басқа ол бірдеңені өлтіріп, бірдеңені қиратқан жоқ. Жай кәдімгі сурет, биік далада тұрған үлкен сурет болды. Сол суретке жаңа наразылығын танытты. Мынау дара билеушілікке деген өзінің наразылығын танытқан үшін ғана соны сөйтіп жындыханаға жауып тастады. Қазірге дейін оның өлі тірісі белгісіз. Енді содан кейін Қытайларда бір мынау зұлымдыққа, диктаторлыққа қарсы ештеңе шықпады деп отырған сәт болатын. Тіпті өткенде ғана мынау бүкіл дүние жүзі Қытай демократтарының, интеллигент зиялыларының, ақын жазушыларының, саясаткерлерінің үлкен тобында отырмын ғой. Солармен бірге жаңағы сұхбат жасап, сұхбат беріп отырмын. Сол жерде отырып мен оларды бір өзімнің бір сынды пікірімді айтқан болатынмын. Сендер мынау ауғандарды, мынау арабтарды менсінбейсіңдер. Ауғандар туралы ана мұсылмандар деп жаңағы неше түрлі қыңыр-қисық сөздерді айтады ғой өздерінше. Сол кезде мен айттым, ол ауғандарыңның өзі дедім. Орыс басып кіргенде орысты қуып шықты дедім. Өздері албаң-жұлбаң, далбаң етіп жүрген, былайынан оқу-тоқудан алыс қалған қауым болғанмен, орыстық кәдімгідей қуып шықты дедім. Құлдыққа мойынсұнған жоқ дедім. Одан кейін мынау ақш-тың әскері 4 триллион 800 миллиард доллар ақша жұмсағанда қарамай, оларды да қуып шықты. ақш-тың әскері білмеймін, ырықты әлде ырықсыз қалде қару-жарағын тастап қашуға мәжбүр болды дедім. Ал сол ауғандарың міне қырылысып жатыр, кім келсе де соғысады. Ал сендер миллиард жарымсыңдар, сырттыңмен қосқанда 2 миллиардсың. Американың өзінде құжатың бар 5 миллион, құжатсыз 10 миллион, 15 миллионың барсың Америкада. Еуропа анау мынау болып бүкіл шетелде шашылып жүрген жаңағы Қытайларыңның саны 100 миллионнан асады. Сонда сендер мына компартияға қарсы жылағандарыңа, зарлағандарыңа 89 жылдан бері қарай 33 жыл болды.
Маудың заманын айтсаңдар, 70 жылдан бері жылап келе жатсыңдар, демократияны айтып, еркіндікті айтып. Бірақ сендер содан бері дым да істей алған жоқсыңдар ғой. Бір 73 коммунистің тұмсығын бұза алған жоқсыңдар 70 жылдан бері. 33 жылдан бері бір 33 бір жаңағы кек алатын жұмыстарыңда болған жоқ. Араб пен ауған сендер менсінбей неше түрлі қыңыр қисық сөз жазасың. Әрине мен оларды құптап тұрған жоқ. Бірақ олар қанша айтқанменен жаңағы өзінің өмірін құрбандыққа шалса да, беліне жарғышты байлап алып, жарып жіберсе де, олар жауын жаңағы жер жастандырып, кем дегенде өзінің ата бабасының жеріне келген сыртқы жауда жаңағы кәдімгідей ажал құштырып өздерінің кім екендігін көрсетіп тұр ғой дедім. Сөйтіп едім деген, бұлар дегенің кетті. Сөздің шыны бір ай дау болды ғой. Мен айттым, сендер 100 миллион сыртта жүрсіңдер. 100 миллионың, мысалы, қаржы жиып жалдамалы әскер жалдайсыңдар ма? Мысалы, сатылатын жалдамалы әскер бар. 100 миллионыңнан, мысалы, кем дегенде 100-ің бірігіп, бір жігітті армияға тәрбиелесең, осы кезде 1 миллион әскерің болатын еді. Ашық негізде сен Қытайдың сауда кемелеріне шабуыл жасасаңдар да, Қытай ақпарат айтатын еді ғой, өстіп шетелдегі Қытайдың осындай үкіметке қарсы күштері дейді, халық ішінен оянады. Кем дегенде ақпарат шулатасыңдар. 100 миллионың боқ істей алмай отырсыңдар деп айттым ғой, мысалы. 100 миллионсыңдар. Мысалы, Тибет, азғантай Тибеттің Индияда армиясы бар, кәдімгі әуе армиясы бар. Американың өзі сол Тибеттің армиясын тәрбиелеп, Үндістанның бар, Қытайдың жеріне Тибеттің үстінен қанша рет лақтырды, бәрібір сәтсіз болғанмен, бәрібір армиясы бар Тибеттің. Ал сендерде дым да жоқ қой дедім. Сендер менсінбейсіңдер анау мынау азғантай халық, ойбай біздің 5000 жылдық тарихымыз бар деп. Сөйтіп айтқан өзі 1,5 ай ма 2 айға жуық бұлар ішкі жағынан деген кәдімгідей менің сөзімді басым көп сан, 99% құптап дұрыс айтасыңдар. Иә, біз тіпті бір кезде сол өзіміздің көптігімізге қарамастан сол Тибеттерден тіпті мынау Шығыс Түркістандағы ұйғыр қазақтардың мәселесі көтерілгенде солардан үміт күттік. Біз дейтіп, расында әлсізбіз, өте құлдық сана сіңіп кеткен, анау мынау деп бұлар мойындады менің сынымды. Содан бір кезде алып алып мен айттым, сендер Еуропа мен Америкадағы жайлы жақсы өмір, тегін медицина, жаңағы кәртейсің кез келген жұмыс істеп, тегін пенсия, соның бәрін аңсадыңдар сендер. Жаңағы отандарыңды, ұлттарыңды аңсасаңдар, сендер оларды кем дегенде отаның үшін жаныңды беретін біреуге шықпадыңдар ма? Сендер сөздің шыны керек, сол мына батыстың жақсы өмірін қимай қалдыңдар. Содан Қытайдан құтылғаннан кейін жаңағы батысқа келіп, хау деп, әу деп айғайладыңдар, болды. Сосын ары қарай сендерге мына батыстың жақсы өміріне сіңісіп кіріп, сол қоғамда тірліктерін жасап, дүкендеріңді ашып, сөйткеннен басқа нәрсе қызық болмай қалды дедім. Сөйтіп едім, оны да айтып кетті. Жаңағы мына демократиялық қозғалыстарға қатыспайтындары бар, жаңағы кәдімгі келгеннен кейін тірлігін жасап, бизнесіне кіріп кеткендер бар. Сонысында біздің ұлтымызда осындай, міне ұлтымыз миллиард жарым халық міне құлдықта жатыр, біз соны жаңағы қарсылық жасайық десек, міне ел жұрт бүйтеді деп ішкі жағынан бұлар әңгімені қоздатып жіберді. Енді содан мен шынында да сол сөзім жаңа әсер қылды деп ойламаймын, бірақ жалпы бұлардың осындай бір ындымдар, ниеттері бар болатын. Сөйтіп жүргенде кеше сол Пекиндегі Сытун көпірінде, Сытун деген көпірде жаңағы біреу шықты да дәу екі жерге кермет уасып тастады. Енді оны мен алдың күнгі лекциямда айттым, тіпті бұлардан бұрын айтып тастадым. Енді кешеден бері Құдай сақтасын, енді саясаткері, саясаттанушы, журналисті, жазушысы, блогері бар. Енді қырылып жайылып, біздің халқымыз өлмепті. Біздің халқымыз қобыр емес екен. Міне бір еркек шықты деп жазып жатыр. Енді білетіндер мұны ағылшынша, қытайша твиттерді қарайсың ба, басқаны қарайсың ба, Құдай сақтасын, мақтанып міне қысқартып жатыр. Енді осы оқиғадан кейін ол адамның кім екені де белгілі болды, қандай адам екені де белгілі болды. Ол үстіне кәдімгі жұмысшылардың киімін киіп алған, анау жол жасайтын жұмысшылардың анау көліктің шырағын шағылдыратын жаңағы сары белдемшелерін киіп алған, кәзекейлерін киіп алған. Сөйтіп ол ана екі көпірдің басына кедергілер қойған, адамдар шықпасын деп, сөйтіп екі жерге керметуді ілген, сөйтіп ол керметуді ел көрмей қалмасын деп, кәдімгі бір жанатын қалың қара түтін шығаратын затты сол жерге апарып өртеген, кәдімгі бір химиялық зат. Содан өртегеннен кейін елдер түтін қап-қара түтін шыққан жаққа қараған ана керметуді көрген Қытайдың бәрі видеоға, фотоға түсіріп алып, әлеуметтік желіні жандырып жіберген ғой, өртеп жіберген. Одан кейін ол кәдімгі қолына дыбыс зорайтқышты алып, әлгі жерде жаңағы өзінің ойын айтқан ғой. Бұның екіншісі деген мықтылығы.
Ол қысқасы дайындалып келген ғой, дайындалып келген. Бар болған 15-ақ минутқа жалғасқан, 15 минуттың ішінде оны тұтқындап, жаңағы керемет үнін жинап алып, қысқасы оның үнін өшірген, бірақ фото, видеолар кезіп кеткен. Енді ол адам тұтқындалды, қазірге дейін оған қандай қылмыстық іс қозғайтыны, 10 жылға ма, 20 жылға соттайтыны, немесе оны да жынды деп, жындыханаға, психбольницаға жабатыны қазірше белгісіз, бірақ қалай болмасын, ол міне бүкіл 1,5 миллиард Қытайдың, міне шетелдегі 100 миллион Қытайдың міне ұлттық рухын тасытып, тіпті мақтанатындай халге келіп, жаңағы мен сияқты сындайтындардың өзіне, сендерден бір еркек шықпады ғой, мен міне қарапайым қазақ, арнайы тәрбие көргем жоқ, журналисте емеспін, саясатқа да бұрын кірмегем. Біздің өзіміз міне 500,000 қазақты аттанысқа келтіріп, міне 10 мыңнан артық видео арыз жинап, тау асып, тас басып, көлік жүрмейтін жерге, жолсыз жерге атпен барып, міне видео түсіріп, біздің өзіміз мына бір империяны тізе бүктіріп, санкциядан санкция салдырып, міне ең соңында қаншама тауарына финанстық экономикалық санкция салып, бүкіл халықарада жаңағы абыройын айрандай төктік. Біз істеген істі істей алмадыңдар ғой деп, біз кәдімгідей жаңағы бұлардың біраз намыстарын жанып жіберген ғой. Осылардың жаңағы несінде отырып. Енді содан кейін міне кәдімгідей өздері сындап, өздеріне бір сыни көзқараспен қарап, кәдімгідей бұлар ойланып қалған. Енді кеп мына жігіттер шыққанда міне біздің халқымыз тірі екен, ойбай деп шықты. Енді осыдан барып Қытайда болған сұмдық оқиғаны айтайын. Енді Қытай содан алғанда бүкіл желіні жапқан. 600 мың WeChat-тың кәдімгі сайт сипатында, WeChat сайты деген сайт бар, сол таратылған. Жаңағы сол осы ақпарат таратқан жабылған. Аккаунт жай жеке аккаунт емес. Бұл жерде мына көп адам түсінбейді. Бұл WeChat-тың сайты деген кәдімгі Facebook-тың парақшасына келеді, бірақ оны кәдімгі браузермен www деп кәдімгі браузермен де ашуға болады. Былай қарасаң сайт, кәдімгі жеке куәлігіңді көрсетіп отырып тіркетесің. Және ол кәдімгі WeChat-те тарайды, былайғы кез келген біз білетін сайттар сияқты сайттан да ашуға болады. Содан жаңағындайын жапқан ғой. Енді бірденке миллион жеке аккаунт блокталған, жаңағындай сайттан ол блокталған, жеке тұлғалардың жаңағы нелер есепшоттары жабылған, бүкіл микроблог, TikTok, WeChat-те деген бәленбай миллион аккаунт жабылған. Енді Қытайдың өзі ішкі шетелге шықпайтын ішкі сайттарында енді Сытың деген көпірдің аты ғой, жаңағы көпірдің аты Сытың. Енді сол көпірдің аты тиым салынатын сөзге айналған. Ол көпірдің атын мысалы Google-ге жазып іздесең, ешқандай ештеңе шықпайды. Қытайдың іздеуіштеріне салып іздесең, ештеңе шықпайды. Таба алмайсың, ақпарат таппайсың. Жаңағы сол батырдың аты, жаңағы жалғыз дара батырдың аты. Оның аты да іздеуішке салсаң жазылмайды. Енді ең сұмдық болған кезде осы көпір, Пекинде не болды, көпірде не болды дейтін сөздердің бәрі, Пекинде бір оқиға туды ма дейтін сөздердің бәрі іздеуіште ізделмейтін сөзге жазылған. Сайтқа сен көпір деп жазсаң, жаңа сайтқа жазылмайтын болған. Микроблогқа сен көпір, бірдеңе наразылық, кермету деген нәрсені жазсаң жазылмайды. Әлеуметтік желіге осыған қатысты осындай сезімтал сөздерді жазып жариялайын десең жарияланбайды. Міне осындай сұмдық жағдайға түсіп қалған ғой, бұл бір. Екіншісі, содан кейін бірнеше жылдың алдында Гонконгте Дара Батыр деген ән шыққан Қытай тілінде. Ол кәдімгі бір Дара Батыр, көзсіз батыр, ол батыр шығады, ол мүмкін ол зиян шегеді, мүмкін ол қамалып қалады, әйтеді, бүйтеді, бірақ ол тарихта аты қалады деген бір өлең болған. Себебі мынаның барлығын, мына шыққанның бәрінде Қытайлар жаңағы Дара Батыр деп, жалғыз шыққан, жеке шапқан батыр деп кәдімгідей сөйтіп оны мәртебесін асырып сөйткенде, енді бәленбай жыл бұрын шыққан Гонконгтың Дара Батыр деген әні де бұған қатысы болмаса да, ол әнде мына бүкіл сайттағы ән қойылатын сайттардан автоматты өшіріліп кеткен. Ең сұмдығы, баяғыда ғана Югославияның бір әні болушы еді ғой, естеріңізде ма? Көпір деген фильм болушы еді ғой. Екінші дүниежүзілік соғыста неміс фашистеріне, Гитлердің фашистік Германияның фашизміне қарсы көпір деген, фашистердің техникасы өтетін көпірді жарып жіберетін бір фильм бар еді ғой. Сонда бір ән бар еді ғой, естеріңізде ма? Жаңағы енді образдап айтқанда
Бұл фильм Қытай тіліне аударылғанда көпір деп аударылған. Түп нұсқасы қалай екенін білмеймін. Көпір. Енді бұл кәдімгі көпірді жарып жібереді. Екінші дүниежүзілік соғыстағы ескі фильм жаңағы. Бұл ескі итальян тілі ғой деймін. Жаңағы чау 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 деп айтады жаңағы. Итальян тілі ғой деймін. Итальян тілі, бірақ ән итальян тілінде, бірақ фильм югославиян. Енді сол бұл да көпірге қатысты, және көпірге жару, бұл да жаңағы фашизмге қарсы осы ән енді қазір Қытайда хит болып кеткен ғой, хит болып кеткен. Хит болғанда елдің бәрі осы әнді бөлісіп, елдің бәрі осы әнді таратып, біріне бір жіберіп, содан кейін елдер сұрайды, бұл ескі екінші дүниежүзілік соғыста бала ескі замандағы ән, бұны неге қоясың дегенде адамдар астына комментарийға жазады дейді. Пекинде осындай Стун деген көпірде өстіп Кермету жазып, ол Керметуда мынау коронаның кестіне қарсымыз, бізге еркіндік керек, бізге мынау карантинге жауып тастағанның керегі жоқ, біз адамша өмір сүру керекпіз, мынау дара билеуші мемлекетімізді ұрлаған ұры Си Цзиньпиннің көзін құртайық, дара билеушілікті аяқтайық, бізге жаңағы азаматтық құқық керек, бізге жаңағы еркіндік, теңдік, қысқасы соны. Бәрі айтқан сөзінің бәрі сол ғой. Сосын тағы не дейді? Оқуды тастайық, жұмысты тастайық, жаңағы жұмыс тастап наразылық білдіріп, оқу тастап наразылық білдіріп, мынау Шидің 3-ші мәрте заңсыз сайлануына қарсы тұрайық деген үндеу тастаған. Оның бәрін күні бұрын батыстағы демократтарға, медиаларға жіберіп, оның бәрін айтып тастаған ғой. Енді осыдан кейін барып Қытайдың бүкіл желісінде, бүкіл жаңағы Қытайдың іздеуішінде, мысалы Қытайдың бүкіл сайтында көпірге қатысты сөз, наразылыққа қатысты, Кермету дегенге қатысты сөз, тағы осыған қатысты бәленбай сөзге тиым салған. Ең сұмдығы енді Пекинде, Қытайда Кермету жасайтын ақ мата жеке куәлікпен алынады. Кімдегі ақ мата сатып алса жеке куәлікпен тіркеледі. Одан кейін кәдімгі жазу жазатын бояу жеке куәлікпен алынады. Міне матаға дейін жеке куәлікпен тіркеліп алады. Одан кейін Пекинде енді қазір наразы болғандары соншалық, тіпті мынау кезінде Шығыс Түркістанда пышақтарға дейін, анау ет кесетін ұзын кездіктерге дейін, пышақтарға дейін, мынау Қытайлар жаңағы жуан жалпақ пышақ бар, мына алақандай. Соғанға дейін жаңағы штрих-код, жаңағы QR код бекітіп, оның бәрін тізімге алып, тіркеуге алып, кімнің үйінде қанша пышақ бар, куәлігімен, жеке куәлігімен алып сөйтіп кеткен ғой. Енді қазір Пекинде соны бастап жатыр дейді. Қысқасы бұның барлығы Қытайдың бір өте бір сұмдық, қорқынышты жағдайда үрей ішінде жатқандығын білдіреді. Шынында да үрейленіп, өз халқынан өзі қорқып. Енді жаңағы көпір деген сөз, анау мынау бүкіл жаңағы сезімтал сөзге айналып, адамдар сайтта сондай сөздерді жазса, Кермету, наразылық, көпір, Сутон деген, немесе көпірге қатысты сөздер жазса, сайт жарияланбайды. Жазған постын жарияланбайды. Мысалы, сен көз алдыңыз елестетіңізші, бір күні Қазақстанда Фейсбукте бір сөзді тиым салып тастайды, сен жаза алмай қаласың. Ондай сөзі бар, мәтін жазып, Инстаграмға, Фейсбукке салсаң, жоқ, жарияланбайды. Тура сол сияқты да мысалы. Енді бұндай оқиға Қазақстанда да болды ғой, жасырары жоқ. Қазақстанда кезінде мынау Тоқаевты Назарбаев өтірік сайлайтын кезде жаңағы елдер наразы болып, қолына Керметулар, жазу жазылған плакаттарын көтеріп алып, халық неше түрлі наразылығын танытқан кезде полицейлер осы алаңға шыға қалған елді бас салып ұстап, жаңағы олардың үстінен іс қозғап, Керметуларын тартып алып, сөйтіп бір бытқыған заман болып еді ғой, естеріңізде ма? Сол кезде бір керемет бір тапқыр жігіт қолына плакат алған, ол плакаты әппақ, ақ қағаз, ештеңке жоқ. Соны алғанда жаңағы республика алаңына, Алматыдағы желтоқсан алаңына шыға қалған ғой. Сөйтіп шыға қалған кезде полицейлер жүгіріп барып әкім тұтқында, бірақ жазу жоқ. Тоқаевқа қарсымын, Назарбаевқа қарсымын деген ештеңке жоқ, жай жазу. Соның өзінде билік оны наразылық таныттың деп жаңа тұтқындаған. Сөйтіп ол халықаралық медиаға кетіп, ол кезде мен ұйғамақтамын. Тоқаевтың өтірік сайланатын кезі, Назарбаевтың оны өтірік сайлайды, былайша айтқанда тағайындайтын кезі ғой. Сөйтіп ол бір масқара болған. Тура сол сияқты, міне көрдіңіз ба, мына диктаторлық елдердің қалай біріне бірінің ұқсастығы. Мысалы Қытайдың диктаторлық жүйесі наразылықтан қалай қорқады? Ал енді Америкада болса, адамдар наразылықтың неше түрлі көкесін істейді. Ақ үйдің алдына бар, Конгрестің алдына бар, не бір сұмдық наразылық бар. Кезінде мынау Трамп пен Байденнің таққа таласқан кезде, президенттік сайлау кезінде, Трамптың жаңа қарсыластары деген
дәу қылып бір 2 метр ма 3 метр резинкемен пластиктен Трамптың дәу мүсінін жасап, оған енді жасырары жоқ, жаңағы біз айтуға ұялатын нәрсесінде кәдімгідей кішкентай қылып шығарып қойған, былайша айтқан кезде. Сөйтіп жаңағы оны адамдар деген ажуалап фотоға түсіп, әлгі дәу алып мүсінді бүкіл Американың бүкіл қалаларында көрсетіп, адамдар деген қызық көргені бар, қарсы тұрғаны бар. Ана кәдімгі Трамптың өзі жаңағы шашы бұйра артына қайырған, сары шаш, алтын сары шаш. Сөйтіп тұрып жаңағы масқаралады ғой. Соған бұны қылмыстық іс қозғалды. Сол кезде ол президент. Сонда сен менің мүсінімді, жаңағы менің образымды құрттың деп, соларға қылмыстық іс қозғалды ма? Жоқ, қылмыстық іс қозғалған жоқ. Себебі еркіндік. Адамдардың Трампты жақсы көре ме, жек көре ме, Байденді жақсы көре ме, жек көре ме, көзқарасын айтуына 100% еркіндік берілген. Міне саяси көзқарас. Ал ана жерде бір адам тек жаңағы бір сұмырайдың, бір диктатордың қайтадан сайлануына қарсылығын айтқаны үшін міне бүкіл Қытай деген сұмдық болып кетті. Енді тағы бір сұмдығын айтайын. Енді ана көпір ғой жай. Содан бүкіл Қытайдың мына қызмет іздейтін, қызмет таныстыратын жерінде көпір қараушы керек деген, көпір қарайтын, көпір күзететін жұмысшы керек деген жарнама шығып кеткен ғой. Ол ойбай не жұмыс десе, сөйтсе бір күні 320 юан, мөлшермен 45-50 доллар. Енді есептеңдер, бір доллары 7 юан ба, сонда есептей беріңдер. 320 юан бір күні көпір қарайсың, 24 сағат. Сосын кәдімгі көпір дегенде кәдімгі өзеннің үстінде көпір емес, қалалардағы бір жолдан бір жолды кесіп өтетін көпірлер бар ғой, темір көпірлер жаңағы. Өтіспе көпірлер жердің үстіне салынған. Алматыда да бар ғой жаңағы, сол сияқты. Сондай. Енді бұл жердегі сұмдығы, сол көпірдің үстіне енді кәдімгі анау пластик есік терезе жасайтындардан салынған уақыттық бір адамды отыратын бөлмелер, жаңа 2 адам отыратын бөлмелер, күзет үйлері салынып кеткен ғой. Тіпті кәдімгідей бір жаңағы бір PVC-лерден жасалып, PVC дейтін заттан жасалынған сондай жаңағы күзетшілер отыратын үйлерге дейін әрбір өтіспе көпір. Енді Пекин деген үлкен қала, бір 20 миллионда 30 миллион халқы бар қала. Ол жерде дегенің ана жолдар, көліктер деген, өтіспе жол деген өте көп. Соның көптігінен жаңағы айқыш-ұйқыш жол, сол айқыш-ұйқыш жолда дегенің енді мынау көліктің кептелегін пайда қылмау үшін адамдар жолдардың деген үстінен айқыш-ұйқыш өтіспе көпір деген жетеді. Соны жаңағы, соның бәріне күзетші қоятын болған ғой. Есептеңдер, бір Пекинде қанша мың өтіспе көпірі бар, үлкені бар, кішісі бар. Соның бәріне жаңағы енді күзетші қоятын болған ғой. Міне мынау республикаларына шыға қалған жігітті бас салып, Назарбаев Тоқаевтың мынау қанішер полицейлері, ұлттық қауіпсіздіктері бас салып тұтқындап масқара болған сияқты бүкіл дүние жүзіне. Мыналарында жаңағы бас салып ұстап, сөйтіп тұтқындап отыр. Енді бұл Қытайдағы сұмдық оқиға. Қазір енді жұрттың бәрі бір нәрсеге таңырқап отыр. Неге диктаторлар халықтың пікірін ашық айтқаннан қорқады? Қандай ұқсастық? Қытай, Назарбаев Тоқаев. Қандай ұқсастық? Ұқсастықтың, міне, бұдан артық ұқсастықтың шегі бар ма? Міне, бірдей жаңағы, бір әке, бір шешеден туғандай, Си Цзиньпин қандай, Путин қандай, міне, осындай зұлымдық. Бұның барлығы зұлымдық айналып келгенде, жауыздық, зұлымдық. Енді осы зұлымдыққа көніп отырған халқым, қазағым, енді ойлаңдар. Бүгін мына зұлымдыққа бәріне көнсеңіздер, ертеңгі күндеріңіз не болады, ертеңгі ұрпақ не болады, енді өздеріңіз біле жатарсыздар енді. Шыны керек, бұл өте қауіпті жағдай. Мен тағы бірдеңені айтам деп едім, мына құжынаған адамдарды көріп, бірақ жаңағы ойым шашылыңқырап қалды. Мынау Қытайда жарайды, қалғаны бір үйге барып, улы-шулы жоқ жерге барып асықпай айтармын. Аман сау болыңыздар.